құрметті достар, 4-5 ақпан күндері ЕАБ дебат клубының ұйымдастыруымен ерекше республикалық турнирі ұйымдастырылып жатыр. Бұл турнирді біз көптен күттік, 2 ай бойы күттік, және күткенімізден де өте жоғары дәрежеде өтті. 2 күндік қатыстық, кеше бір күн бізге өте үлкен атака болды. Қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде дебат форматтарын ойнау, бұл да үлкен бір ерекшелік. Қазақ пікірсайыс тарихында болмаған нәрсе. Келесі нәрсе, бүгінгі күнгі ерекше формат және де қызықты бейресми ұйымдастырылған ойындар, қазақ пікірсайысының ханзадасы мен ханшайымы. Және ойындар барысында өзіңнің қарсыласыңды таңдап қойғаныңды, болмаса өзің әріптесіңді таңдағаныңды білмей қалатын жағдайлар. Одан кейін тағы да ең үлкен ерекшелігі бұл ЕАБ форматы болды. 2 минуттан ұсынып, одан кейін аргумент айтып, бұл өте жақсы нәрсе деп ойлаймын, себебі 2 спикерға да өте әділетті болады, екінші спикерға да өзін көрсетуге, болмаса өзінің ойын еркін білдіруге, одан кейін бірінші спикер үшін де өте жақсы нәрсе. Болашақта өзіміздің клубтарымызда ойнатуға, болмаса қазақ пікірсайыс тарихында ойнатуға өте қуаныштымын.